Ауған соғысы Кеңес одағы тұсындағы тарихтың ең қайғылы беттерінің бірі. 1979 жылы 12 желтоқсанда Кеңес одағы басшыларының шағын тобы Ауғанстанға кеңес әскерін енгізу туралы шешім қабылдады. Сөйтіп, 1979 жылы 27 желтоқсанда КСРО әскерлері Ауғанстан шекарасынан өтіп, онда 1989 жылдың 15 ақпанына дейін соғыс қимылдарын жүргізді. Кеңес әскерлерінің жекелеген бөлімшелері Ауғанстан аумағынан шыға бастауы өте күрделі операция еді. 10 жылға жуық бөтен елдің мүддесін қорғаған Ауғанстан әскерлері құрамында Қазақстаннан 22.269 жауынгер интернационалдық міндетін атқарды. Олардың 924-ті сұрапыл шайқаста ерлікпен қаза тапты. 21 адам хабар-ошарсыз кетті. Мыңдаған азаматтар елге мүгедек болып оралды. Қаншама қазақстандық отбасына қасірет әкелген ауған соғысы біз үшін осылай аяқталған болатын. Ауғанның қанды даласы, адамай заттың наласы. Бөк түсіп жатыр қан құсып қаралы таулар қарашы. Адасып барып армандар ауғанда күл боп жанғандар. Гүл боп өніп көгерер өмірді қайта жалғаңдар. Армандап кеткен ар үшін ұмытпас елім арысын. Ту етіп ұстар қашанда тәуелсіз елдің намысын. Азаттық орнап арман ел, құлпырды мәңгі жайнап ел. Байрағың басын имесін ауғанда болған ардагер. Баласын аңсап аналар, анасын аңсап балалар. Жүрекке түскен бомбадай жазылар қашан жаралар. Есінде сол күн қаралы, зуылдап жылдар барады. Сарбаздар бәрін біледі, ауғаннан қайтқан жаралы. Ар үшін туған арыстың, егемен елдің бағы үшін биіктен туын түспесін, есмей оқтың дауысын. Азаттық орнап арман ел, құлпырды мәңгі жайнап ел. Байрағын басын имесін, ауғаннан қайтқан жауынгер. Ауған соғысы 12-де бір гүлі ашылмаған боздақтардың қанымен жазылған тарих деп біледі кейінгі жас буын өкілдері. Жылдар жылжып өткенімен ерлікпен қаза тапқан ержүрек жауынгерлеріміздің ерлігі ел есінде мәңгі сақталады. Ауған соғысы жүректе жазылмайтын, тарихта орын алатын ерекше беттер. Отан үшін жанын қайған ержүрек батырларымызды мәңгі есте сақтап құрметтеу, кейінгі ұрпаққа ерліктерін дәріптеу, насихаттау әрбір азаматтың қасиетті борышы. Отанды шексіз сүйіп, ардақтаумен бірге, оны жауларынан жан аямай қорғау әр перзенттің парызы, міндеті де. Отан-ананы басына іс түскенде жан салып қорғамаған азаматты азамат, халық перзенті деуге болмайды. Отан үшін жанын берген қаһармандардың есімдері даңқ мемориалдарында, ескерткіштер мен атаулы қабірлер тақталарында мәңгі өшпейтін алтын әріптермен жазылған. Олардың ерен ерліктері еш уақытта ұмытылмайды. Бұл күн біздер үшін қайғы болып қапталып, қасірет болып жатталып қалса да, тәуелсіз Қазақстанның әрбір күні бейбіт өмірдің бесігінде тербетіліп, әрбір үйдің түтінінің түзу шыққанын қалайтын біздер үшін санамызда қан мен термен жазылған күн болып қала бермек.